деп олар да шок болып жатыр ғой. Алла ұлы. Қараңызшы, сонда шынымен де Алла уәде берді ма? Жоқтан бар ете тұршы ма Алла тағала? Біз сол көркем есіміне егер біз 100% сенетін болсақ, сөйтіп дұға ететін болсақ, Алла тағала соны істегелі тұр ғой. Мысалы мен дұға етем, я Раббым, мен бір жаңағы қандай осы бір айдың ішінде бір үлкен үй алайыншы деген сияқты. Сол кезде мен өзімнің күшіме сенетін болсам, не деп айтам? Қаяқтың? Ондай айлығым да жоқ. Ешқандай менің мүмкіншілігім де жоқ. Егер бір қиындық болса, мына есімдерін, бір жеңілдік іздесең, мына есімдерін, ауырып жатсаң, мына есімдер деген сияқты. Жаным ау, ол нәпсі ғой. Нәпсі Құранда Алла тағала не дейді? Нәпсі жамандыққа бұйырушы дейді. Тіпті дейді, бір ғалымдардың несі бар? Алланы жақсы көрген құлдың дейді. Алла тағала тіпті ол дұға сұрамаса да, жүрегінде бір ниет пайда болған кезде соны орындап береді дейді Алла тағала. Құрметті Майыстас каналының тұрақты оқырмандары, бүгін сіздерге керемет жаңалықпен келіп отырмын. Алланың қалауымен теңдессіз дұғалар атты кітабымыз бестселлер белгісін алды. Бұл сіз үшін де, біз үшін де үлкен жеңіс. Өйткені жүректен шыққан өнім жүректерге керемет жетіп жатыр. Енді осы орайда мен сіздерге сыйлық бергім келіп тұр. Кім төмендегі описанияға өтіп, осы теңдессіз дұғалар атты кітапқа тапсырыс беретін болса, мен сіздерге 3 сыйлық дайындадым. Оның бірі иманыңды қуатта деген сабақ. Ол сабақта сіз намазға, иманыңыздың қуаттауына, нәпсіңізге байланысты керемет ақпараттар аласыз. Екінші, соңғы уақыттарда хит болған, өте көптеген қыздардың Құран үйренуіне себепкер болған Құранға ғашық жүректер атты сабағымызды тегін сыйлаймын 10 адамға. Бұл жерде сіз Құран үйренесіз 0-ден бастап. Одан кейін үшінші сыйлық, бұл Құран боксы. Ішінде Құран, зәмзәм, менен арнайы сыйлықтар болады. Бұны да біз тек 10 адамға сыйлаймыз. Егер осы сыйлықтың барлығын алғыңыз келсе, төмендегі описанияға өтіңіздер. Сыйлықтың иегерлерін Алла нәсіп етсе 15 қыркүйек күні анықтаймыз. Иншалла Алла хайырын берсін, берекесін берсін. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін Алланың қалауымен тағы да теңдессіз дұғалар подкастын жалғастырамыз. Бүгінгі қонақ Алланың қалауымен Айнұр ұстаз, Рухани әлем парақшасындағы біздің ең мықты ұстаздарымыздың бірі. Алланың қалауымен қазіргі уақытта психологияны ислам тұрғысынан зерттеп, үлкен бір белестерді бағындырып жүрген ұстазымыз деп аталамыз. Иншалла, қош келдіңіз Айнұр ұстаз. Көңіл күйіңіз қалай? Алла разы болсын, жақсы. Иншалла, Аллаға мадақ айта отырып, пайғамбарымыз саллаллаху салауат айта отырып, иншалла, подкастымыз бастайық, Айнұр ұстаз. Бізде өз арнайы сұрақ жоқ. Арнайы сіздерге сұрақ жібермейміз. Бірден осы эфирдің барысында кәдімгі өзіміз шайшып отырған сияқты еркін әңгіме болады. Енді бисмилля, ең бірінші сұрақтан бастағым келіп тұр. Айнұр ұстаз, сіз үшін дұға деген не? Енді мен үшін дұға ол жүректің Алламен байланысы. Енді оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи керемет анықтама беріп кеткен ғой. Дұға мұсылманның қаруы деп. Қаруы бар адам ол қорған алады. Қаруы бар адам ол оның көмегіне жүгін алады. Кез келген уақытта, қиналған уақытта болсын, кез келген уақытта біз Алла тағалаға жүгіне аламыз да, ол біздің қаруымыз сияқты. Сондықтан да бұл Раббымызбен бізді жүрекпен байланыстыратын, ол құлшылықта болсын, намазда болсын, ол қиындықта болсын, қуанышта болсын, біз дұға ету арқылы Раббымызбен жүрекпен байланыста боламыз. Машалла. Ал енді ислам психологиясы деп айтып жатырмыз ғой. Сіз іштей зерттеуге тырысып жатырсыз ғой, адамның жан жүрегін, хушуқ деген сезімді. Осыған байланысты айтыңызшы, жалпы дұғаға адамның ішкі состояниесі, ішкі халі қаншалықты жақсы әсер етеді? Қабыл болуына болсын. Негізі дұға, жаңа айтып жатырмын ғой, ол біздің тілмен айтылатын құлшылық емес. Негізі дұға тілмен айтамыз, бірақ егер ода жүрек болмаса, ол дұға, мысалы, Алла тағаламен сіз байланысып тұрғаннан кейін ықыласпен болмаса, оның қабыл болу болмауы белгісіз. Сондықтан да ғалымдар не дейді? Дұғаны айтқан кезде шын жүрекпен дұға ету керек деп айтады. Осы бір ғалымдардың сөзі бар, мен өзімнің дұғамның қабыл болғанын сезем дейді екен. Сол кезде адамдар сұрайды екен, қалай деген кезде, мен дұға еткен кезде жүректерім дүрсілдеп, көзіме жас келеді дейді екен. Сол кезде дұғамның қабыл болғанын білем дейді екен. Сонда енді ғалымдар айтады, жалпы дұғаның сыртқы әдептер бар, сыртқы шарттары бар, сол сияқты дұғаның ішкі шарттары бар деп айтады. Осы дұғаның ішкі шарты, ол сіздің осы дұғамның қабыл болады деп Алла тағаладан
үміт етуіңіз, Алла тағалаға сенуіңіз. Мысалы мынандай болады, кейде бір дұға етесің, ой, болады дейсің ба, болмайды дейсің ба, ол мүмкін емес қой деген сияқты, міне осындай сезімдер емес, керісінше Алла тағаладан Раббым менің дұғамды қабыл етеді деген үмітпен, сеніммен дұға ету. Екіншіден, осы дұғада тұрақты болу. Яғни бұл да ішкі состояниеге жатады. Болды, мен бір рет сұрадым, Алла қабыл еткен жоқ, болды қабыл етпейді деп. Немесе бір жылдан бері сұрап жүрмін, әлі жоқ деген сияқты. Қанша сұрап жүрмін деген сияқты емес. Яғни біз дұғаны тұрақты түрде, сондай бір ықыласпен, ыждағаттылықпен сұрауымыз керек екен да. Және де осы дұғаны сұраған кезде Алланың құдіретін сезініп, оның ұлы ұлылығын, дұғаны қабыл етуші екендігі. Мысалы, сіз ризық сұраған кезде Алла тағаланың әр-разақ екенін жүрекпен сезіне отырып дұға етуіңіз керек. Сол сияқты сіз шифа сұраған кезде Алла тағаланың әш-шифа деген есімін жүрекпен сезіне отырып дұға етуіңіз керек. Осы жерде Алланың көркем есімдері туралы айтып кеткім келеді. Қазір мынандай тренд көбейіп кетті ғой. Алланың мына есімін айтсаң бай боласың, оны 100 рет айтсаң мынандай боласың, оны 1000 рет айтсаң мынандай боласың деген сияқты. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар, дұға еткен кезде Алланың көркем есімдерімен дұға етіңдер деген. Негізі шынымен де бұл дұғаның қабыл болуына бір себеп. Бірақ ол біздің тілімізде 100 рет, 1000 рет тек тілмен қайталау емес. Яғни сіз сол есімді айтқан кезде Алланың сол ұлықтығын сезіне алуыңыз. Мысалы, Алла тағаланың әл-хасиб деген есімі бар, Алла бізге жеткілікті деген. Есеп беруші деген. Сонда әл-хасиб деген есімі бар, Алла бізге жеткілікті деген. Біз сол кезде қандай да бір мұқтажымыз, адам баласы болғаннан кейін мұқтаждығымыз көп біздің. Сол мұқтаждығымызды өтеп беретін Алла тағала екендігін жүрекпен сезіне отырып, әл-хасиб, дұғаларды қабыл етуші деп біз не істеуіміз керек? Дұға еткен кезде сол Алланың есімін жүрекпен сезініп еткен кезде біздің дұғамыз шын жүректен шығады екен да. Мысалы, әр-рахман, сен ерекше мейірімдісің, Раббым, сенің мейірімің шексіз. Алла тағаланың әл-латиф деген сипаты бар, ол жұмсақ деген. Сондай сен құлдарыңа жұмсақсың. Мысалы, біз кейде болады қателік жіберіп қоюымыз мүмкін, немесе бір күнә жасап қойымыз мүмкін. Сол кезде әл-латиф, сен жұмсақсың, ерекше, сен құлдарыңа мейірімдісің, әр-рахман, менің күнәларымды кешіріп, өзің мейіріміңе мені бөлеш, немесе дұғаларымды қабыл етші. Алла тағаланың әл-муджиб деген есімі бар, Алла тағала дұғаларға жауап беруші деген. Сонда біз әр дұғамызда осыны айтып, Раббым, және осы есімді біз жүрегімізбен сезіне алуымыз. Сол кезде біз Алла тағаланың менің осы дұғама, менің Алла тағалаға кез келген айтқан нәрсеме Алла жауап беруші. Кен Алла тағала әл-муджиб деп біз егер айтатын болсақ, біз осы нәрсені жүрекпен сезінетін болсақ, әрине біз оны дұғамызда ықыласпен жасалынатын болады. Сондықтан да біз Алла тағаланың көркем есімдерімізбен, тіпті бір кісі осындай айдалада қалып қойған кезде Алла тағаланың әл-карим деген сипатымен дұға етеді екен, әл-карим деп. Сол кезде періште келеді екен оған көмекке. Сонда айтады екен, сенің осы дұғаңнан дейді екен, ғаршы дірілдеді деп айтады екен да. Сол сияқты мысалы біз Алла тағаланың осы есімдерін айтып дұға еткен кезде, шынымен де біздің дұғаларымыздың ол қабыл болуына себеп болады. Бірақ біз сол есімді сезіне отырып, мысалы біз кешірім сұрағанда әл-ғаффар, әл-ғафур, сен кешірімдісің ғой, сен кешірушісің ғой деп. Сол сияқты Алла тағаланың жоқтан бар етуші деген дұғасы есімі бар, Алла тағаланың жаратушы әл-халақ деген есімі бар. Сонда біз қандай да бір мысалы тығырыққа келіп тірелдік, бір жол таба алмай тұрмыз, біз Алла тағаланың жаратушы сипатын білеміз, жаратушы сипатын сезінген кезде Алла тағала маған осы жолдан шығатын жол тауып береді. Өйткені Алла тағала кез келген нәрсені бол десе жеткілікті. Яғни біз осы нәрсені сезінген кезде біз дұғаны басқаша жасаймыз да. Мен өмірімде болған бір мысалды айтып кетейін. Осы Алла тағаланың жоқтан бар етуші деген есімі бар ғой. Сонда мен осы нәрсені енді андай әдейі емес, бірақ бір жүректен шықты сол кезде да. Осы есімі жүрегімен Алла тағала кез келген нәрсені кеудемізге салады ғой. Мен осы жаңағы осыдан 10 жыл бұрын жазған диссертациям бар тұғын. Кандидаттық диссертация етті ол. Бірақ мен оны қорғаған жоқпын, бірақ үлкен кәдімгі ол тұрған. Сосын барып осы кітап шығаратынның алдында ойладым, мен оны
енді қаншама еңбегім ғой, мен 3 жыл бойы жаздым, соны бір кітап қылып шығарайыншы дедім да, енді оны іздесем таппаймын ғой. Компьютерді қараймын, енді 10 жыл бұрын ойлаңызшы, одан бері қанша компьютер ауысты, бірақ мен папкаларды ауыстырып жүрдім. Содан қарасам, папкалердің ішінде жоқ. Ана ауысқан кезде қалып қойған. Енді қарамаған жерім жоқ, бүткіл почтаны қарадым, бүткіл телефонның жаңағы жадындағы нәрселердің барлығын қарадым, жоқ. Бүкіл жерден қарадым, таныстардан сұрадым. Содан енді мүлдем жоқ. Ішімде бір андай бір сезім болып жатыр да, қанша жылдық еңбегім сонда босқа кетті ма деген. Ол негізі Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы рухани құндылықтар деген еді. Мұхтар Әуезовтің ешкім ашпаған қыры, оның діни жаңағы шығармаларындағы діни арналар туралы жазғанмын да. Енді ол да бір адам қоғамға қазіргі мысалы біздің қазақшылықты, дәстүрімізді дәріптеп жүрген кезде біздің сол интеллигенттеріміздің осы дінге мықты болғандығы, ол қоғамға негізі пайдасы тиеді. Жаңа соны ойлап бара жатырмын, ішім ашып бара жатыр. Сосын бір уақытта енді әр іздедім, бер іздедім, енді ең соңғы бір үміт компьютерді жаңағы хакерлерге апарса, сол жаңа өшіп қалған памятінен шығару мүмкін деген сияқты бірдемелер айтты енді. Бірақ ол 0,01% болып тұр да. Сосын бір уақытта өзінен өзі осындай дұға аузыма түсті. Я Раббым, енді жоқ қой, мүлдем жоқ. Сен жоқтан бар етушісің ғой. Прямо жүрегімнен шықты сол кезде. Сен жоқтан бар етушісің ғой. Осы жоқ болып тұрған нәрсені бар қылып жіберші. Саған ештеңеге тұрмайды ғой осы нәрсе деп. Сөйтіп дұға еттім. И содан кейін енді оны ұмытып кеттім. Бір күн өтті, бір-ақ күн өтті содан кейін. Көп уақыт өткен жоқ. Бір уақытта офиста сабақ беріп отырсам, сообщение келеді. Қарасам, менің группаласым жаңағы сол кезде университетте бірге оқыған, филологияда оқыған. Маған диссертациямды Word-пен телефоныма жіберіп тұр ғой WhatsApp-тан. Топ ет, ода қайдан жүр? Мен оған сұраған да жоқпын, жіберді. Мен оған мүлдем сұраған да жоқпын. Ол менің іздеп атқанымнан хабарсыз. Мен ол құрбымды көрмегеніме біраз уақыт болған. Енді мен ананы көрген кезде денем тоқ жүргенде дірілдеп кетті. Сразу дұғам есіме түсті. Я Раббым. Ананы ашып қарасам, полный диссертация солаймен толып тұр ғой. Мен ана алдында іздеген кезде қағаз күйінде шығарылғаны бар шығар деп қарағанда, тек қана кішкентай реферат күйіндегісі ғана бар екен да. Сөйтіп ананы ашып қарасам, жоқ, кәдімгі толық диссертация. Сол жерде отырып қыздарға айтып, қыздар деймін да, Алла тағаланың құдіретін қараңдаршы. Осы нәрсені, олар мені іздеп жүргенімді біледі, мен өзім сабақ беріп жүрген қыздарым біледі да. Мә деп, олар да шок болып жатыр ғой. Алла ұлы. Қараңызшы. Сонда шынымен де Алла уәде берді ма? Жоқтан бар етуші ма Алла тағала? Біз сол көркем есіміне егер біз 100% сенетін болсақ, сөйтіп дұға ететін болсақ, Алла тағала соны істегелі тұр ғой. Кезінде сахабалары, оларда мысалы қандай қиындықта жүрсе де, мысалы соғыстарда олардың жауымен екеуінің арасындағы айырмашылық аспан мен жердей болды ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы бүкіл әлемге келген пайғамбар, бірақ оның қауымы бірден қошеметпен қарсы алып, ой, пайғамбарсың сен де бұған көмектескен жоқ қой, Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде қаншама Алла тағаланың құдіреті, яғни мейірімімен неше түрлі мұғжизалар болды. Мысалы Бадыр соғысында қарулары да жоқ. 6 адам бір көлікке кезектесіп мінген. Қаруларының өзін кезек-кезек ұстаған. Ал енді ол кезде меккеліктер сақадай сай қаруланған 1000 әскермен келіп тұрды. Сол кезде пайғамбарымыз дұға етеді ғой. Я Раббым. Сол кезде пайғамбарымыздың дұғасын айтады ғалымдар. Дұға еткен кезде қолын көтерген соншалық дейді, ана жүрегімен беріліп кеткен ғой, денесін сезбей қалғанда, қолын шапаны кеудесінен түсіп кетті дейді. Соншалықты, я Раббым, сен бізге жеңісті бер. Рас сенің құдірет күш сенің қолыңда, Егер сен осы жолы бізге жеңісті бермесең, саған құлшылық ететін бір мұсылман қалмай қалады. Яғни Алла тағаладан шын жүрегімен прям сұрады дейді. Сол кезде не болды? Алла тағала уәдесінде тұрды, Не істеді? 300 әскер 1000 әскерді жеңді. Қалай? Алла тағала жәрдемін жіберді. Періштелерді жіберді. Сол кезде сахабалардың өздері куә болады. Бір сондай танымайтын адамдардың жүргеніне, енді қылышымды көтере бастасам, ол басы домалап шабылып түсіп атты дейді. Сонда бұл жерде біз нені көреміз? Біз Алла тағаланың
уәдесін, Алла тағаланың сондай құдіретін көреміз. Егер біз дұға ететін болсақ, және Алланың жәрдемін көреміз. Біз шынайы түрде егер сеніммен Алла тағаладан сұрасақ, және бір нәрсені істеген кезде бізбен бірге Аллаға деген сенім болатын болса, Алла тағала үшін қиын ештеңе жоқ екен ғой. Және одан басқа да мысалы 10.000 әскер келіп тұрады, иә, мысалы Ор шайқасында 10.000 әскер, ол Мединаның халқының түгел саны екен да, әйелін жаңа бала шағаларды қосқан кезде. Сонда сахабалар тағы да сондай 1000 ба, әрі кетсе 3000. Сол кезде де Алла тағала оларға жеңіс салып берді да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғасы, иә. Сахабалар Алла тағалаға деген сондай сенімде болған. Егер олардың осы сенімі болмаса, олар не істейтін еді? Я Расулалла, мына біз жеңуіміз мүмкін емес қой. Мынау деген сұмдық қой, енді аналар бізді өлтіріп тастайтын болды ғой деп айтатын еді. Бірақ олар да Аллаға сенген ғой. Қараңызшы. Аз екен біліп тұрса да, жағдай жетпей тұрса да, иә. Сонда біз қазір мысалы қанша ауырып жүрген, иә, немесе бір сондай қатерлі ауруға ұшыраған адамдар бар, иә, мүмкін осы эфирді көріп отырған шығар, иә. Және де сондай мүмкін бала сүйе алмай жүргендер бар шығар, мүмкін тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздар бар шығар, иә. Мен сол айтар едім, шынайы, шын жүрекпен Алла тағаладан. Бірақ ол жерде де сіз Алла тағаланың, мысалы сіз шипа сұрасаңыз, әш-шифа деген, яғни Алла тағала шипа беруші деген сипатына толығымен сіз не істеуіңіз керек? Сенуіңіз керек. Және мынандай нәрсе бар, біз мына жейміз ғой, тамақ, Алла тағаланың әл-Мұхит деген есім бар екен да. Біз тамақ жеген кезде сол тамақтың бойымызға сіңуі Алла тағаланың әл-Мұхит деген есіммен жүзеге асады екен. Қараңызшы, сол ішкен дәріміздің бізге шипа болуы. Қараңызшы. Сондықтан да біз Алланың есімдерін, біз қаншама 99 есім бар, иә. Соның біз есім ұлылығын сезінген кезде, біз сол есіммен дұға еткен кезде, ол дұға қабыл болмауы мүмкін емес. Яғни Алла айтты ғой, менен сұраңдар деді, мен сендерге жауап берем деді. Ендеше Алланың уәдесі хақ, иә. Сондықтан айтар едім, сіз осы Алланың есімін, егер шипа болса Алланың шипасын сұраңыз, иә. Алла тағаладан мысалы жаңағы бала да ол ризық, күйеу де ол ризық, әр-разақ есімімен дұға етіңіз, әл-латиф есімімен дұға етіңіз, Алла тағала әл-уаххаб есімімен дұға етіңіз. Иншалла, оны айтқан кезде тілмен жаңағы айтқанда 100 рет емес, сіз сол есімдердің терең мәнін түсініп, жүрекпен Алланың орындайтынын сеніп дұға етіңізші. Алла иншалла қабыл етеді. Сондай адамдар бар, тіпті дәрігерлер шығарып жіберген да, ол жарамайсың ештемеге. Бірақ сондай Аллаға деген сенімін, я Раббым, расында сен ғой шипа беруші, өлім мен өмірді жаратқан сен ғой деп дұға еткен кезде Алла олардың сол жаңағы мүмкін емес нәрседен алып шығу. Мен өзім кітабымда осы дұғаның құдіретімен болған шынайы оқиғаларды да қостым да. Өйткені ол менің көз алдымда болған оқиғалар. Өзіңіздің өміріңіз? Иә, өзімнің өмірімде таныс прямо көз алдымда болған оқиғаларды сол жерде жаңағы дұғаның құдіретін сезіну үшін адамдар осыны мысал қылып келтіргем да. Сол кезде мынандай бір жаңа бала сүйе алмай жүргенде де сол кезде бір құрбымыз, неше жыл болды, енді көп жыл болған, 6-7 жыл шатасып отырмын, бала сүйе алмай жүрген ғой. Содан осы дұғаны, Алланың дұға туралы біраз уағыз тыңдап, осы дұғаның қалай жаңағы ішкі жағын зерттеген ғой, отырып оқыған, қатты әсерленген, сосын барып дұға еткен ғой. Я Раббым, как раз күйеуі умраға бара жатқан. Тура сол моментте умраға бара жатқан ғой. Сосын осылай дұға еткен. Я Раббым, расында сенің құдіретің шексіз, сен бол десең болады. Мен осы жолдасым умрада жүрген кезде оны сондай баламен сүйіншілейінші деген ғой. Уақытына дейін айтқанда, я Раббым, мен сол баламен сүйіншілейінші осы умрада жүрген кезде деп. Сонда Алланың құдіретімен жолдасы умраға кетеді. Бір аптадан кейін маған жазады жаңа құрбым. Тестті жібереді да. Айтыңызшы, ұстаз, мен нені білдіреді мынау деп. Болар болмас, екінші сызық болар болмас білдіріп тұр. Енді ол анық емес қой деп өзі сенбей тұр да. Мен айтам, жоқ, ол болды ма, значит, бар деген сөз. Алла ұлы деймін да. Сол кезде маған жылап айтып жатыр, ұстаз, сенесіз ба дейді. Мен осылай дұға етіп едім дейді. Күйеуім умрада жүргенде сүйіншілейінші деп, қараңызшы деп, сөйтіп тура сол айтқан дұғасындай умрада жүрген кезде күйеуін сүйіншілейді ғой. Күйеуі деген ол жаққа барған кезде жаңағы дұға етеді ғой. Осына жаңағы күйеуіне осы дұғаны жазып жібереді айтпақшы.
сонда күйеуі де сол жақта айтып дұға жасайды. Сондықтан да біз даже тіпті уақытын айтсақ та, ол Алла тағала үшін ешқандай қиын емес. Біз біздің жаңағы мен шексіздікке қадам, жаңағы мидағы шексіздік деп айтатын себебім, шектеу ол біздің миымызда. Біз нені шектеп қоямыз? Біз негізінде өзіміздің қолымызда тұрған еш нәрсе жоқ. Біз әлсіз бір құлмыз ғой. Біздің қолымызда не тұр? Құранда Алла тағала айтады ғой. Ана бір кішкентай шыбынды жарата алмайсыңдар дейді ғой. Тіпті дейді, не то что жарату дейді, сол шыбын сендердің бір заттарыңды алса қайтара алмайсыңдар дейді. Сонда ғалымдар зерттеген кезде мына шыбын өзінің ана қонған нәрсесінен алған ризығын моментально қорытып жібереді екен ғой. Анан алған бойда қорытып жібереді екен. Адам оны қайтарып ала алмайды екен. Сонда Құрандағы сөздің мәні, біз әлсізбіз ғой. Сондай әлсізбіз. Біз Алланың алдында әлсіздігімізді мойындап, я Раббым, мен бір әлсіз құлыңмын ғой. Менің қолымда ешқандай күш та қуат та жоқ. Ал сен ла хаула ва ла қуввата илля биллахсың. Сен күш құдіретке иесің. Біз осындай күйде сезініп дұға етсек, біз Алланың шексіздігін сезінеміз. Біз көбінде қалай дұға етеміз? Біз өзіміздің күшімізді қосып, шектеу сол кезде болады. Біз өзіміздің күшімізді қосқан кезде. Өзінің білімін, ақылдылығын, Мысалы, мен дұға етем, я Раббы, мен бір жаңағы қандай осы бір айдың ішінде бір үлкен үй алайыншы деген сияқты. Сол кезде мен өзімнің күшіме сенетін болсам, не деп айтам? Қаяқтың? Ондай айлығым да жоқ. Ешқандай менің мүмкіншілігім де жоқ. Ол қаяқтан болады деген сияқты. Біз өзіміздің күшімізге сеніп кетеді екенбіз да. Ал егер сол сәтте, я Раббым, сен үшін бұл түк те емес деп дұға ететін болсақ, Алла тағала үшін ол түк те емес. Мен өмірімде болдым сол нәрсе. Енді өмірім туралы көп айтып кетіп жатырмын, бірақ бұл бір жағынан дәлел Алланың құдіретінің. Мысалы, біз көбінде айтамыз, ой, бұл айтып жатыр, ол болады дейсің ба деген сияқты. Кеудеде бір күмәндар болуы мүмкін да. Сонда бізде бір осындай бір жағдай болды, осыдан бір 10 шақты жыл, ұмытып қалдым қанша жыл екен. Сонда біз өзіміз квартирада тұрамыз, енді біраз ақша төлейміз, ұмытып қалдым, $500 ма. Сонда жолдасым бір үлкен бизнес бастады да, ол бизнесі банкрот болып қарызданып қалды. Содан енді қатты уайым болды да, мен сол кезде қатты не істедім, жаңағы Раббымның құдіретіне сендім. Сол кездегі енді бір плюсым деп айтайыншы. Сосын барып, Алла бізге тек қана Алла ғой жәрдем беретін. Ешкім жәрдем бермейді басқа. Балаларым кішкентай ол кезде. Қазір 19-да ғой үлкен. Ол кезде бір 5-те, 6-да, 7-де олар енді бәлкім. Содан мен естедім, үлкен бір коробка қағазға қарыздан құтылу дұғасы, қиындықтан құтқаратын дұғалар бар, мұсылман қорғанда. Сол дұғаларды жазам да, әр намаздан кейін отырамыз да, бала шағамызбен, жолдасымыз бәріміз намаз оқимыз. Ана дұғаны бәріміз хормен айтамыз, жаңа дұғаны. Прямо солай жасадық. Күніге дұға етеміз. Енді Алланың құдіретін қарасаңызшы. Өзіміз квартирада жүрміз, жолдасыма сондай директордың орынбасары деген бір мықты жұмыс предлагать етті. Ол қарыздарынан жайлап құтыла бастады. Мына нәрсені қараңызшы. Содан бізге сол кішкентай ғана уақыттың ішінде үйлі боламыз ғой біз. Бір тиынсыз Алланың құдіретімен. Сол уақыттар біз сезінбейміз, біраз уақыт өтіп кетеді. Үйімізден кішкентай ғана енді времянка соғып алдық. Көшкеннен кейін барып сол кездегі дұғалар есіме түседі ғой. Қараш, біз бір жинаған капиталымыз жоқ. Қарыз болсақ та, Алла бізге баспана нәсіп етіпті ғой. Дұғаның құдіреті деймін да. Сонда сіз ойламаңыз да, ой, қаяқтан ол деген сияқты. Мен сіздерге мысал ретінде балаларды келтірейінші. Балалардың миында шек болмайды. Қорқыныш болмайды. Не сұрау керектігін смело сұрай береді. Олардың арманында шек болмайды. Біз просто балаларымыздың арманы өзіміз шектеп қоямыз. Біздің де негізінен миымыздағы шектеулер, сол бала кездегі бізді шектеп қойған нәрселерден. Ой, сен жаңағы ондай болмайсың. Сен деген сияқты миымызда сол установкаларда ұстап қалғанымызда. Менің ана балам бар, 4-ші балам, соны айтады. Ал енді Меккеге баратын кезде дұға жазып жібер деймін ғой. Сонда жаңа айтады, мен Геленваген алайын. Мен жаңа iPhone соңғы 15 шығатын, iPhone 15 алайын. Сосын мен сол моментте өзімнің жаңағы біз үлкендер көп шектеймін. Сен кішкене реальный нәрселер сұрасайшы деймін да. Артынан барып ойланамын ғой.
реально сұрап тұр ғой бар ғой шын неге мен оны сол шексіз несін шектеп жатырмын деп ойлаймын да. Сонда олдан көп айтатындар, мен Алла қаласа 10 келем вагенім болады, 10 коттеджім болады, сізге анашым қандай машина қалайсыз дейді да, маған айтады. Мен сізге сол машинаны алып берем дейді да. Сізге мен той жасап берем, үлкен бір ресторанның қасынан кетіп бара жатсақ айтады, мына жерге сізге той жасап берем дейді. Өзі кішкентай бала ғой енді. Сосын барып қазір енді бүйтетін болдым. Я, иншалла деп айтатын болдым. Я, Алла қаласа, біз балалардың мынау шексіз арманын шектемеуіміз керек. Қазірден бастап. Иншалла, Алла құдіретті балам. Сен осы нәрсені армандайсың ба? Алла тағала береді. Мен хафиз болам дейді. Мен иншалла Алла қаласа, анашым білесің ба, мен хафиз болам да нұрдан тәж кигізем деп жаңа уверен айтады ғой енді олар ол нәрсені. Я, бұйырса деймін да. Я, бұйырса Алла қаласа. Енді кішкентай кезінде жылайтын, Меккеге барам деп. Өз тілі енді шыққан кезде сонда айтатынмын. Иншалла сен Меккеде имам боласың деп. Біз де сол нәрсені шектемеуіміз керек. Өткенде бір оқиға оқып қалдым да. Бір Меккедегі жаңағы азаншы ма, сонда Меккеде азаншы ма или сол имам ба сондай екен да. Сонда анасы дұға етеді екен. Сен Меккеде азаншы боласың. Сен Меккеде жаңағы даже ұрсатын кезде де сөйтіп ұрысқан екен ғой. Ұрсатын кезде де. Сонда ана бала болашақта сол нәрсе болған ғой. Сондықтан да біз балаларымызға армандауды үйретуіміз керек. Біздің негізі армандарымыз, миымызға сыйған нәрсе, біз Аллах тағала біздің ойымызға салып жатыр ғой. Ол нәрсені кеудемізге салды ма? Алла үшін ол ешқандай қиын емес. Кун фаякун деп айтады Құранда. Кун фаякун, Алла жеткілікті. Бол деді ма, Алла тағала болады. Иә. Иншалла. Негізі осы күшті көмектеседі, мен байқайсыз ба? Мысалға, мен қай жерге барсам да байқаймын. Үлкен кісілерден болсын, үлкен ұстаздардан болсын, кун фаякун деп не қылады. Дереу сол сөзді айтады. Енді оның қазақшасын айтса да болады, Алла бол десе ол болады деген нәрсе. Жаңағы маған өте қатты әсер етті да, мынау тығырықтан шығарға жол таппай жатқан кезде әл-Халиқ деп айту, жоқтан бар етуші деп айту, шынымен ол ойымызға келмепті. Үлкен мотивация деп ойлаймын, ол қыздарға Алла тағаланың негізі көркем есімдерін ашқан сайын тереңдеп түсе береді екен ғой адам. Иә, оның шегі болмайды. Ал енді Айнұр ұстаз, біз әр келген қонақтан міндетті түрде дұға сұраймыз. Сіз қандай дұғаларды көп айтасыз, қандай дұғаларды жақсы көресіз, немесе қандай бір дұғаның ерекше бір кереметін сезіндіңіз деген сияқты осындай дұғалар бар ма? Ондай дұғалар өте көп. Бірақ мен осы соңғы бір 2-3 жылда маған сондай саналылық әкелген, өмірімнің мәнін түсіндірген бір дұғаны айтып берейінші. Мен бұрын осы нәрсені түсінбейтін. Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян деген. Сонда кімде кім дейді осы дұғаны шын жүрегімен айтатын болса, оған Алла тағала жәннатты уәде етеді. Қай дұғаға Алла тағала жәннатты уәде етті? Бір дұға, бірақ Алла тағала оған жәннатты уәде етіп тұр, ойлаңызшы. Бір дұға. Сонда сол кезде айтатын, мағынасы қандай? Радиту биллахи роббан. Раббым ретінде Алла тағалаға разымын. Ва бил ислами динан, дінім ретінде исламға разымын. Және пайғамбарым ретінде Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға разымын. Кім осыны ешқандай жүрегінде бір жаңағы недовольствие деп айтамыз ғой орысша, бір жаңағы қанағатсыздық болмай, сондай бір жүрекпен айтатын болса, ол жәннаттық деп. Сонда мен ойлайтын, қалай оған сондай енді Раббың ретінде разы болу деген не? Раббыңның саған жіберген тағдырына разы болу. Алла саған не жіберді, бәріне разы болу. Осы нәрсені айтқанда, осыдан 10 жыл, 10 шақты жыл, 15 шақты жыл бұрын ойлайтынмын. Қалай разы боласың? Ана жақта андай болып жатыр, мына жақта мынандай проблемаларыңды ойлап кетесің да. Қалай разы боласың деген сияқты түсінбейтін да, қатты түсінбейтін. Бірақ разымын ғой, конечно, деп айтасың ғой енді тілмен. Бірақ біз жүрекпен разы болу деген басқа екен. Осы соңғы жылдықтарда осы дінді, исламды, жаңағы именно ихсан, жүрек амалдарын зерттей бастаған кезде осы дұға менің өмірлік сондай ұстанымыма айналды, иншалла. Сонда Раббыңа сен разы болған кезде сен мына дүниеде жүрегің тыныш болады екен. Және шүкір ету деген сол екен. Біз айтамыз ғой, шүкір деп қоямыз, ішімізде недовольство болып жатады да. Жаңағы, ой деп, анаған көңіліміз толмайды, мынаған көңіліміз толмайды. Радиту биллахи роббан деген кезде
жүрекпен шүкір ету екен ғой. Сенің жүрегіңде Раббыңның бүкіл жіберген нәрсесіне деген разылық. Разы болған кезіңізде, біз айтамыз ғой, бақытты болайын, бақытқа жетейін деп, мына дүниеде негізінде 100% дүниелік нәрсемен бақытты бола алмаймыз. 100% тек жәннатта ғана бақытты боламыз ғой. Бірақ сол дүниелік нәрсені іздейміз ғой біз. Біз бақытты дүниелік нәрсені іздеп кетеміз. Бірақ бұл дүниенің бақыты осы дұға деп айтар едім. Сіз осы 3 нәрсеге разы болған кезде, мына жүрек тыныш болады ғой. Ал жүрек тыныш болған кезде адамға уайым жоқ, өкініш деген нәрселер жоқ, оның бақытты сезінеді, шынайы қанағатты сезінеді. Исламды дінім ретінде разымын деген сөзіне, құлшылықтарыңа сондай, алла намаз ба, намазды жақсы көру. Исламның бұйырған бүкіл құлшылықтарына разылық қой. Орамал тақтың ба, сол орамалыңды разылықпен тағу. Бізде кейбір қыздар бар, орамалды тағады да, бірақ орамал тақпайтындарға еліктеп жүреді да. Жасырып, сыртынан бірдеме киіп алып, шалбар киіп алып, жаңағы модаға еліктейді. Жаным ау, сен орамалға разы болсайшы, өйткені Алла тағала сені сол орамалмен қаншама нығметтер беріп жатыр. Мен өз басым орамал таққанына 20 жылдан асып кетті. Бірақ осы орамалды жанымның, жүрегімнің, жаным деді, пайғамбар айтады, жанымнан артық жақсы көремін деп. Сондықтан да біз неден не істеуіміз керек? Я Раббым, менің орамалым сенің разы болғаныңдай ма деп уайымдауымыз керек қой. Менің өмірім сен разы болатындай ма? Сонда біз әрбір құлшылықты сөйтсек, намазымды сөйтіп уайымдасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оққанда не істеген? Кімге? Біләлге айтқан, ей Біләл, азан шақыршы, намазбен дем алайық деген. Олар үшін намаз сондай жүректің рахаты, ләззаты. Біз солай намазды қабылдап жүрміз ба? Или намазым тезірек оқып алып дем алайыншы деп жүрміз ба? Шынымен де біз осы намаздың ләззатын сезінсек, біз намазды көзіміздің қарашығындай сақтар едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, намаз көзімнің қарашығы деп. Әрбір құлшылықты солай. Ораза, Рамазан. Егер Рамазанды сахабалар сияқты 6 ай бұрын күтсек, мен Рамазан келатыр, 6 ай бұрын соған дайындалсақ, Рамазанға кірген кезде жүрегімізбен қуансақ, міне осы жаңа айтқан дінімді ислам ретінде разымын деген сол. Бірақ ол қай кезде наразылық шығады? Адам нәпсі семірген кезде наразылық шығатын сияқты ғой. Разы болмайсың, нәпсі семіреді, өткенде бір керемет сөз естім. Нәпсі ішкі жау, шайтан ол сыртқы жау. Сыртқы жаудан ішкі жау жаман деп қазақ негізі мүмкін соңында айтқан шығар дейді да. Өйткені нәпсі, шайтан тек қана нәпсіге үрлейді, осы нәрсе күшті ғой, керемет қой деген сияқты. Ал нәпсі прямой шығады адамға. Давай істетсіз, маған керек деген сияқты. Ал енді нәпсі қалап, семіріп, бүкіл нәрсесі қалағанның барлық алдында жылтырап тұрған қалайтын болса, ол кезде ол әрине Аллаға разымын деген нәрсені айта алмайды нәпсі. Өйткені ол Алладан разы болу үшін Раббымыз ретінде біз бүкіл қиыншылықтарға да разы болу керек, сынақтарға да. Ал ол тұрады, жоқ, мен қиналғым келмейді, маған сынақтар тез алып кетті. Немесе пайғамбар саллаллаху сүннет амалдарын жасағың келеді, бірақ та нәпсіңе ауыр. Қалай? Қойшы, сонда мен ыңғайсыз ғой, мен сонда мына жерде отырып ішемін басуды деген сияқты. Немесе енді пайғамбар саллаллаху көптеген әдемі, өте керемет қой барлық сүннеттер. Бірақ кейде Айнұр сөзімен таңғалатын, кейде сол сүннет амалдарды жасауға да ұялатын адамдар болады да. Ол бірақ біртүрлі бір атсалы бұрынғы заманның адамдары сияқты сезінемін өзім деген. Ал оның пайғамбар саллаллаху негізі қаншама астарында пайдасы бар екенін де білмейді. Немесе исламға нәпсі тойған адам разы бола алмайды, нәпсі семіріп кеткен. Өйткені қай құлшылықтарыма оның ұйқысына ауыр, немесе тамағына ауыр, оразасы, намазы оның түнгі ұйқыларын бөліп тұруына, немесе жылы суға дәрет алу, ол да нәпсіге ауыр. Негізі өте дұрыс айтасыз. Нәпсіні жеңіп үйренген кезде бұл дұға адамның жүрегінен шығады. Егер бұл нәпсінің жетегінде кеткен болса, бұл дұғаны миллион рет айтса да, адамның жүрегінен енбей қалуы мүмкін сияқты. Осы үшін де ғой біздің дініміз, жаңағы біз ислам психологиясы деп айтамыз ғой, ислам психологиясы деп мен өзім зерттеп жүрмін.
негізінде мынау ислам психологиясы, психология арабшадан арабшаға аударған кезде айлмун нәфс, яғни нәпсі туралы ілім екен. Біз нәпсіні тәрбиелеумен айналысуымыз керек қой. Негізгі біздің рухани тұрғыдағы жаңағы айтқан дамуымыз, иә. Сонда қазір енді психологияға тағдай оралайын. Мына батыс психологиясының бір адамның жаңағы жан дүниесіне кері әсері, ол жерде ішкі менді қанағаттандыруға көп нәрсе, көп фокус соған қойылады. Ішкі менді қанағаттандыру. Нәпсіні қанағаттандыру. Сенің, олар ойлайды ішкі мен, ішкі эго деп. Бірақ ол жерде біз, егер біз ислам тұрғысынан біз осы нәрсенің шешімін білмесек, біз соған сеніп кетеміз де, жаңағы ішкі менім мынаны қалап тұр, ішкі менің мынаны қалап тұрған жоқ. Даже бір қыз айтады, менің ішкі менім намазды қаламаған екен дейді. Жаным-ау, ол нәпсі ғой. Нәпсі Құранда Алла Тағала не дейді? Нәпсі жамандыққа бұйырушы дейді. Нәпсі бізді жаңағы не істейді? Әлсіздікке, сондай тәннің ләззаттарына қарай шақырады. Оны Құранда Хауа дейді. Хауаны өзіне құдай санап алғандар дейді Құранда. Сонда бұл не деген кезде? Көңіл қалауы дейді. Енді біз осы нәпсіні тәрбиелеген кезде, жаңа сіз өте күшті айтып отырсыз, біз нәпсіні тәрбиелеген кезде біз не істейміз? Раббымызға қарай жақындай түсеміз. Көңіл қалауына емес, Алланың бізге бұйырған нәрсесіне қарай жүгіруіміз керек. Бізде мынандай қазір бір нәрсе бар, менің оны жүрегім қалап тұрған жоқ. Кейбіреулер айтады, орамалды менің жүрегім қалағаннан тақтым, немесе жүрегім қалап тұрған жоқ дейді. Ислам деген сөздің жалпы аудармасы, мұсылман деген аудармасы бой ұсынушы деген сөз. Ол деген сөз не? Алла Тағаланың жіберген нәрселеріне естідім деп айту, және тоа деп айтады, бойсыну. Бірінші қабылдау және бойсыну. Бізге содан кейін барып ол жүрегімізді әсерлендіреді. Ал егер мен, әрине біз айтамыз, таңертең маған ерте тұру, менің жүрегім қаламайды деп, себебі сен нәпсіңді жеңбесең, әрине сен оны қаламайсың. Енді осы жерде мен Алланың бір заңдылығы туралы айтып кеткім келеді. Мына әлемде Алланың орнатқан көптеген заңдылықтар бар. Оны құл мойындаса да, мойындамаса да ол болады. Ол болып жатқан әлемнің заңдылықтары. Осы жерде қарама-қарсылық заңдылығы туралы айтқым келеді. Мына өмірде бүкіл нәрсе қарама-қарсы нәрсемен дамиды. Мысалы, қараңғылықты кетіру үшін біз не істейміз? Жарықты жағамыз. Салқынды кетіру үшін біз не істейміз? Ыстықты араластырамыз, ыстықты қосамыз. Кез келген нәрсе қарама-қарсы нәрсесімен ол жөнге келеді, өзгереді. Былайша айтқанда өзгеріс. Енді сол сияқты біздің нәпсіміз қалай тәрбиеленеді? Өзіне қарсы нәрсені жасаған кезде. Осыны нейропсихологтарда өткенде миды зерттейтін психологтар зерттеп, мына нәрсені ашқан екен да. Мына ми өзінің қалаған нәрселерін істей берген кезде даммайды екен, оказывается. Яғни ол биологиялық тұрғыда даммай қалады екен. Өйткені миды Алла Тағала бізді тірі сақтау үшін жаратқан ғой. Ол өзіне тірі болу үшін барлық нәрсе бар ма? Болды. Одан кейін оған ештеме керек емес, солай жүре береді екен. Ал енді миды дамыту үшін миға жаңағы айтқандай ұнамайтын қарсы нәрселерді істеуіміз керек екен. Яғни миды сол дамытады, миды оятуымыз керек. Мысалы, таңертең ерте тұру ауыр ма? Ауыр. Бірақ сіз соны істей бастаған кезде ми жаңа бір дәрежеге көтеріледі. Жаңа нейрондар ояна бастайды. Сіздің уже нейрондарыңыз көбейген сайын сіздің дамуыңыз жоғарылай береді. Ойлау қабілетіңіз жоғарылай береді. Көрдіңіз бе? Кітап оқу да сол сияқты. Мысалы, сіз ананы қаламай тұрсаңыз, оқыдыңыз, білім алдыңыз, кез келген даму ол біздің оңай келмейді ғой. Нәпсімізді жеңу арқылы келеді ғой. Көрдіңіз бе? Алла Тағаланың бізге жіберген бұл да бір мейірімі ғой. Мейірімі. Неге мына дүние сынақ? Егер ол нәрселер болмаса, егер бүкіл нәрседе біз менді қанағаттандыру үшін өмір сүретін болсақ, онда бұл дүние сынақ болмай қалатын еді ғой, Қараңызшы. Мәнінде кетіп қалатын шығар мүмкін бұл өмірінде. Енді осы жерде нәпсінің қандай аурулары бар. Бұл да жаңағы айтқан дұғаға келіп тіреледі, сенімге келіп тіреледі.
біздің мына барлық уайымымыз дүние болып кеткен кезде, жүрегімізге дүние кірген кезде, бізді көңіл қалаулары басқара бастайды. Ғалымдар айтады, бір жүректе екі махаббат болмайды дейді. Немесе Аллаға махаббат болады, немесе нәпсіңе, дүниеге махаббат болады. Яғни, егер мынандай нәрсе болмайды екен да, дүниені жақсы көріп, мынаны да жақсы көремін, Алланы да жақсы көремін деп, адам дүниеге жақсы көріп, дүниеге берілген кезде, оның Аллаға деген махаббаты әлсірей бастайды. Біз Аллаға деген махаббатымызды арттырумен шұғылдануымыз керек. Сол кезде дүние біздің артымыздан жүретін болады. Хадис бар ғой, атақты хадис. Кімде кімнің уайымы дейді, дүние болатын болса дейді, Алла тағала дейді, ол біріншіден оның дүниесін шашыратып тастайды, яғни оның бүкіл фокусын шашыратып тастайды. Және сол дүниенің артынан жүгіртіп қояды дейді. Өзінің несін қарауынсыз қалдырып қояды. Ал кімде кімнің барлық уайымы Алла және ақырет күні болатын болса дейді, Алла тағала оның дүниелік бүкіл проблемасын шешіп тастайды дейді. Машалла. Дүниелік мәселелерін шешіп тастайды, яғни дүние оның артынан жүгіретін болады дейді. Шынымен де осы нәрсемен өмірімде де көп байқаймын. Қай кезде жаңағы финанс дейміз ғой, қаржылық мәселелер туындай бастайды. Бір кезде қаржылық мәселелер көп туындап бастаған кезде, тоқта дейміз, ойланамыз. Біз дүниенің артынан жүгіріп бастаған кезде дүниелік мәселелеріміз көбейе береді екен. Өйткені Алла тағала не деді? Сен егер дүниені уайымдасаң, сені сонымен шұғылдандырып қояды Алла тағала. Сонда біз егер қазір осы жерде көріп отқан мысалы көрермендерде қарызданып кетіп, кейбіреулер жаңағы қарызға батып өмір сүргісі келмей жүргендер де болады. Дүниелік мәселелер көп болып жатса, сіз ойланыңыз, жүрегіңізге қараңыз. Мен дүниенің артынан кетіп қалған жоқпын ба? Негізінде бұл сынақтардың өзі Алланың мейірімі ғой. Құлым, сен жәннаттың жолынан тозақтың жолына қарай кетіп бара жатсың, орал. Менің жолыма қарай оралшы құлым деген бізге сигнал ғой. Алла қандай бізді мейірімді, бізді жақсы көреді, бізді сондай соңына дейін бізді солай, егер біз жаңа түсінбей жатсақ, сынақтармен түсіндіреді да бізге. Құлым, маған қарай орал. Көрдіңіз ба? Сонда әрбір сәтімізде негізі Алланың мейірімі, махаббаты бар. Біз соны көре білуіміз керек, сезіне білуіміз керек. Және де егер менде жаңа дүниелік мәселелер туындап жатса, дереу Аллаға қарай ұмтылуым керек, иманымды күшейтуім керек, терең иманға жетуге тырысуым керек, ілім алуым керек. Енді оның жолдары қандай деп көкейде бір сұрақтар туып жатқан шығар. Әрине ол ілімді алған кезде де Раббым, осы ілім арқылы менің жүрегімнің дерттерін емдеші. Раббым, осы ілім арқылы сенің сондай жақын құлдарыңнан болайыншы. Раббым, осы ілім арқылы тақуалыққа жетейінші деп ниет етіп алу. Көп адамдар қазір білімді ниетін бұзып алғанда, білім алады, аналардан артық болайыншы деген. Біреуден ертең спорласқан кезде, пікір таласқан кезде анадан көбірек біліп тұрайын, сол кезде ананы өшірем деген сияқты бір ниет болатын болса, ол білім жүректі емдемейді. Біздің ниетіміз дұрыс болу керек білім алған кезде. Ғалымдар айтады ғой, кейбір білім бар, ол адамды өлтіреді дейді. Ал кейбір білім бар, адамды өсіреді дейді. Қандай білім өлтіреді? Жаңа өзін басқалардан артық ету үшін алған білім, ол жүректегі тәкаппарлықты оятып, және де ол адамды құрдымға жібереді. Және ол адамның тозаққа түсуіне себеп болады екен. Өйткені білесіз ғой, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар, қиямет күні ең бірінші болып шақырылатын адам, ол жаңа айтқан білімді адам, қари адам. Сонда, Алла тағала, мен сондай сен үшін осы Құранды жаттадым ғой, білім алдым ғой деген кезде, Алла тағала не дейді? Жоқ. Сен мен үшін алған жоқсың дейді. Біз Алла тағаланы алдай алмаймыз. Біз ойлауымыз мүмкін, адамдарды алдауымыз мүмкін, бірақ Алланы алдай алмаймыз. Сондықтан ілімді алған кезде ең бірінші мен айтатын кеңесім ниетті дұрыстау. Пайғамбарымыз айтады, сен нені ниет еттің, сол саған тиесілі дейді. Егер біз осы нәрсені ниет етіп білім алатын болсақ, міндетті түрде Алла тағала сіздің жүрегіңізді емдейді. Иншалла, жүрегіңіздегі дерттерді кетіреді, өзіне жақындатады. Неге біз Алла тағалаға жақындауымыз керек?
қазір көп ойлайтын шығар, Алланы жақындау деген, Аллаға жақындау ол бізге мына дүниедегі ең ұлы дәреже ғой. Хадис құдсида айтады Алла тағала, құлым маған парыз амалдар арқылы жақындайды дейді. Нәфіл амалдары арқылы менің махаббатыма ие болады дейді. Яғни менің ең жақын құлыма айналады дейді. Енді осы жерде дұға қараңыздар. Алла тағала айтады, құлым мен оны жақсы көрген кезде дейді, мен оның көретін көзі болам дейді. Еститін құлағы болам дейді. Жүретін аяғы болам, қолы болам дейді. Менен не сұраса қабыл етем дейді. Менен жәрдем сұраса жәрдем берем дейді. Менен қорған сұраса мен оны қорғайым дейді. Қараңыздаршы, біз Аллаға жақындаған сайын Алла тағала бізді қорғауына алады екен ғой. Қандай дұға айтсақ та дұғамыз қабыл болады. Тіпті дейді, бір ғалымдардың несі бар, Алланы жақсы көрген құлдың дейді, Алла тағала тіпті ол дұға сұрамаса да жүрегінде бір ниет пайда болған кезде соны орындап береді дейді Алла тағала. Ол да бір Алланың мейірімі. Сонда жаңа айтты ғой, Алла тағала көретін көзің болам. Бізді Алла тағала күнәлардан өзі сақтап қояды екен ғой сол кезде. Қолымызбен істейтін күнәлардан, көзімізбен, құлағымызбен істейтін күнәлардан Алла өзі сақтап қояды екен. Қараңызшы. Мынандай нәрсе бар, біз өзімізді мысалы харамнан тыямыз ғой, харамнан тыйдық. Біраз уақыт тыйғаннан кейін уже біздің денеміз ол харамды қабылдамайтын дәрежеге жетеді. Мысалы арақпен болатын жерде біз уже арақпен болатын жерге мүлдем бармай өзімізді, Алла тағала осы нәрсені маған бұйырды деп істейтін болсақ, біз сондай жерге барған кезде мен өзімнен сезініп, өткен жолы баламның бітіру кеші болды да, мен енді білмеймін, ата-аналарға айтқан, бізде ешқандай арақ болмасын, үлкен ресторан ғой. И барсам, арақтар тұр. Жана жүрегім бітіріш кештерінде. Сөйтіп жасап қойыпты. Жүрегім енді дүрс етіп, ана жерге мен уже мен физиологиялық тұрғыдан денем қарсылық білдіріп жатыр ғой. Ана жерде көрген кезде менде сондай кәдімгі өзімнің ощущениемді байқап, Алла тағаланың жаңағы айтқан хадис құдсидағы сенің көретін көзің болам деген нәрсе. Біз харамнан тыйылған кезде біздің денемізде ол харамнан тыйылады екен ғой. Кәдімгідей сен ол нәрсені уже мен отырмадым. Қанша жерден мен үшін маңызды кеш болды. Мен үшін енді күтіп, баламның енді бірінші балам менің 9 бітіріп колледж оқыды да, ода ондай болған жоқ. Екінші балам да сондай болғаннан кейін күттім енді. Бірақ Алланың әмірі ол бірінші орында болу керек. Сондықтан мен кетіп қалдым. Сол кезде жүрегім қайтадан орнына түсті. Қараңызшы. Сондай ғалымдар болған екен, ана мүлдем харамнан жаңағы тыйылып, ешқандай денесі харам көрмеген. Сонда бір байқамай бірдеме мысалы ішіп қойса, денесі мына тамыры пульсировать етеді екен. Бүйтіп пульс береді екен да. Бір күні бір жаңа әкеліп тамақ қояды да, соны жеп қалған кезде жүрегі тамырлары жаңа пульсировать етіп кетеді екен да, сосын барып бұл мынау тамақ халал ма деп зерттейді екен. Сөйтсе шынымен де ол тамақтың ар жағында бір халал емес нәрсе болып шығады екен. Сонда біз егер осы Алла тағалаға жақындап, Аллаға бойұсынып, оның әмірлерін орындасақ, Алла тағала бізді өзі сақтап қояды екен ғой, бүкіл нәрседен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне келейікші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті кішкентай кезінен бастап мүлдем күнә жасамаған ғой. Сонда енді андай айтарлықтай күнә жасамаған, бір күні туған күнге барады. Ол кезде пайғамбарлық келмеген, бір тойға барады, тойға, ол жерде енді ол кезде әлі ислам келмеген кез, той болғаннан кейін ол жерде жаңа ішімдік деген сияқты нәрселер болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алла тағала қалай қорғаған? Пайғамбарымыз барған, бірақ жарты жолда ұйықтап қалған да. Той біткеннен кейін бірақ оянған. Қараңызшы, Алланың құдіреті, сонда сізді де Алла солай күнәлардан сақтап қояды. Егер сіз жаңа айтқандай Алла тағалаға жақындап, Алланы сақтасаң. Құранда Алла тағала айтады, Алла сен Алланы сақтасаң, Алла сені сақтайын дейді. Мынандай біз сондықтан да қай кезде Аллаға қай кезде біздің мәселелеріміз шешіледі екен, біз неғұрлым Аллаға жақын болсақ, Алла біздің дүниелік те, ақыреттік те мәселелерімізді шешіп қояды екен да. Сондықтан біз шайтан, ауызубилля, нәпсіміз бізді алдайды, осы нәрселерден қызықтырады. Шайтан ол бізді жәннатқа түскенімізді қаламайды ғой. Ол баста шайтан, ауызубилля, уәде берді Алла тағалаға, мұрсат сұрады. Қияметке дейін оларды азғырайыншы деп. Неге? Іштегі қызғаныш,
іштегі тәкаппарлық адамның жәннатқа кіргенін қаламады. Енді сіз сол шайтанның ізіне ерген кезде, сіз сол шайтанның жәннаттан бас тарт, менімен бірге тозаққа жүр деген сөзіне ілескен сияқты боласыз ғой былайша айтқан кезде. Сондықтан да Алла тағала сізге сынақтар жіберу арқылы, Алла тағала сізге бір осындай насихатты есту арқылы, қазір дәл осы жерде осы насихатты сіздің естуіңіз Алланың сізге мейірімі ғой, қараңызшы. Алланың мейірімі. Құлым, сенде осындай мәселе болып жүр. Сен осы нәрсені тыңда, көрдіңіз бе? Әл-Фаттах деген Алланың есімі бар, ашушы деген. Алла тағала білімнің өзі ризық, қалаған құлына ашады екен ғой. Егер сізге дәл осы сәтте осы нәрсені ашып жатыр ма, сізге жіберіліп жатқан ол Алланың ризығы. Сізге Алла тағала жәннатқа кіргеніңізді қалап тұрды. Құлым, осы нәрсеңді жөндеші, менің жәннатыма қарай жүрші, менің хақ жолыма қарай жүрші. Қараңызшы, осы жерде тағы да Алла тағаланы шексіз жақсы көреміз, Алла тағаланың мейірімін сезінеміз. Қандай да бір анамыз бізді қатты жақсы көреді. Біз балаларымызға не істейміз? Балам, сен тура жолдан адасып кетпе, жаман жолға түсіп кетпе, жаман жолға салынып кетпе деп уайымдаймыз. Барынша ақылымыз айтамыз, бірақ біз үнемі баламыздың жанында жүрмейміз ғой. Айтуымыз мүмкін, кейде оны ұмытып кетуіміз мүмкін, бірақ Алла тағала бізді әрбір сәтімізде бақылап, біздің осы тура жолдан тайып кетпеуіміз үшін біздің қасымызда қорғаушы періштелер жаратып қойған. Біздің, біз айтамыз ғой, бұрын мен ойлайтын, қалай бізді шайтан азғырады, мен енді еріп кетсем не істейін деп қорқатынбыз. Алла тағала сондай мейірімді, бізді тек шайтан азғырып қана қоймайды. Бізге Алла тағала кейбір деректерде, енді ол қаншалықты екенін 360 періште жер қояды деген да. Енді оны санын нақты ешкім білмейді. Бірақ ол періште, мысалы, сізді бір періште азғырып жатса, бір шайтан азғырып жатса, қаншама періште сізді тура жолға шақырады. Өзіңіз байқайсыз ба? Бір жамандықты істейін деп жатқан кезде, қаншама құлағыңызға бір кеудеңізге бір сөздер келеді. Жоқ, сен істеме. Жоқ, сен Алла тағаладан қорық. Алланың дініне, бұл нәрсе күнә ғой. Сен осы нәрсені істейсің ба? Осындай қаншама дауыстар келеді. Сен істеймін деген кезде да. Яғни шайтан сізді азғырып жатыр, бірақ Алла тағала сізді тура жолға, қаншама тура жолға түсуіңіз үшін мейірім, мүмкіндік, қамқорлығын беріп қойған да. Сондықтан да бізді Алла тағала бізге анамыздан да жақын. Анамыздан да қатты жақсы көреді бізді. Әрбір сәтімізде бізге мейірімін, қамқорлығын береді. Тағы да Алла тағаланың көркем есімдерін айтып кетейін. Алла тағаланың Әл-Хасиб деген есім, Әл-Хафиз деген есім бар. Хафиз деген, енді өзіміз білеміз, сақтаушы деген мағына ғой. Сонда Әл-Хафиз деген Алланың есімі сақтаушы деген есімі екен. Бізді бүкіл, мысалы, егер осы Алла тағаланың Әл-Хафиз есімі болмаса, біз негізі мынау дүниеде өмір сүре алмайтын едік. Өйткені біздің әрбір қадамымызда бізге қауіп қатер бар. Кетіп бара жатқан кезде төбемізден бірдеме құлап өліп қалуымыз мүмкін. Машина қағып кетіп қайтыс болуымыз мүмкін. Тіпті үйде жатқанның өзінде біз қауіпсіздікте емеспіз. Себебі жер дірілдесе, бір-ақ сәтте үйіміз төңкеріліп кетуі мүмкін. Бірақ Алла тағала бізді Әл-Хафиз есімімен сақтап тұр. Көрдіңіз бе Алланың мейірімін? Осы есімдерін айтып, мысалы, баламызды бір жаққа жіберіп жатсақ, Әл-Хафиз, сен сақтаушысың. Баламды саған тапсырдым. Әл-Хафиз, оны өзің сақташы, оны өзің қорғауыңа алшы деп біз не істейміз? Осы Аллаға тапсырады екенбіз, иншалла. Машалла. Негізі, жаңа Алланың көркем есімдеріне байланысты айтқым келіп тұр, лайфхак тоже. Мысалға, көзі нашар көретін кісілер болуы мүмкін. Сондай адамдар, мысалы, -3 болуы мүмкін, немесе бір байқаса -1,5 болып бара жатыр. Немесе алысты көрмейді, жақынды көрмейтін сияқты. Дұрыс, Әш-Шафи есімімен дұға етеміз Алла тағаланың, шипа беруші деп. Алайда Әл-Басир есімімен дұға ету жақсы екен. Өйткені Әл-Басир деген көруші деген мағынаны білдіреді. Раббым, сен барлығын көрушісің, барлығын білушісің, барлық сен барлығын қамтисың. Менің мынау көру қабілетім барған сайын нашарлап бара жатыр. Менің
осы қасиет мына көру қабілетімді арттыра гөр деп әл-басыр есімімен шынайы дұға ету керек. Өйткені әл-басыр есімін адам естіген кезде сен білесің, еш нәрсе одан тыс қалмайды. Мысалға студияда камера болуы мүмкін, ол тек сол жерді қойған бағытын ғана көрсетті, басқа жағын көрсетпейді. Ал Алла тағаладан еш нәрсе ешқашан жасырын қалмайды. Тіпті білмедім, жаңағы есті көру немесе мынау есту нашарлап бара жатқан адамдар болса да, әс-сәмиғ есімімен дұға ете берсе болады. Бізде көп сұрақ келеді да, Айнұр ұстаз, мысалға қалай мен Алла тағаланың көркем есімдерін сіздер сияқты білмеймін ғой дейді. Оған біз сияқты бір біліп, бір ғалым болу керек емес негізінде. Өйткені ол өте адамға ыңғайлы, барлығы ашық көрініп қойған. Тіпті біз теңдес дұғалар кітабында біз Алланың көркем есімдерін былай жазып кетсек те болатын еді негізі. Былай 99 есім жазам деп отырдым да. Бірақ түсіндім, адамдарға мүмкін сол есімдерді қай кезде айту керектігін көрсеткен дұрыс шығар деп. Мысалға, өз кәдімгідей пунктқа бөліп қойдық. Егер бір қиындық болса, мына есімдерін, бір жеңілдік іздесең, мына есімдерін, ауырватсаң, мына есімдер деген сияқты. Сондықтан пайдаланыңыздар иншалла. Одан кейін мына бір нәрсе есіме түсті. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бір адамның тәфәккүр деген нәрсе, адам бір нәрсеге қатты қарайды, керемет таңғалады да, содан кейін дұға туралы естігеннен кейін, мына керемет екен ғой, мен де осылай жасап көрейінші деп дұға етсе, тез қабыл болып жатады. Біз көп байқадық жай, мысалы біздің подкастты әр эксперт, әр түрлі қонақтар, ұстаздар әр түрлі деңгейде айтады. Әр түрлі ақпараттар айтылады, тіпті кейбіреулер басым жарылып, миым жарылатын ақпараттар болады мысалға. Сонда менің таңғалғаным, көптеген қыздар астына комментарияға жазып жатады, мен барлығын оқимын да, сонда айтады, осы подкасттан кейін мен былай деп сұраған едім, Алла тағала дереу берді. Осы подкастта мысалға мен мүлдем қарамай жүргем, не қызық бар екен деп былай рекомендация үнемі шығады, бірақ қарамай жүргем. Содан бір күні қатты қиналдым да, жарайды осыны көре салайыншы деп, мынау бір сынақ қатты басыңды ауыртып жүрген кезде бір алданатын нәрсе іздейсің ғой. Сол жарайды деп подкаст, YouTube, кино көремін деп отырып, бірақ подкастты тыңдай салған едім, тура менің проблемам. Мен уайымдап тұрған нәрсе шығып тұр дейді. Сонда таң қалдым дейді. Бұның шешімі мынау екен ғой деген сияқты. Сонда жаңа сіз айттыңыз ғой, кейде Алла тағала бір ситуациялар жібереді, адамды жібереді, бір білімді айтқызады деп. Бұл шын мәнінде рас нәрсе. Мүмкін осы подкасттың өзінен де адам бір емес, бірнеше проблемасына шешім табуы мүмкін негізінде, білімнің арқасында, Алланың көмегімен. Енді Айнұр ұстаз, бір соңғы кездері мен көптеген қыздарға, келген қонақтарға осы сұрақты қойып жүрмін. Өмірден алған соңғы уақыттарда қатты сіздің өміріңізге өзгеріс әкелген бір қағида. Қандай қағида бар? Пайғамбар саллаллаху естіңіз ба, немесе бір ғалымдардың сөзінен естіңіз ба, сахабалардың сөзінен мүмкін естіген шығарсыз. Сондай сөздер бар ма? Сіз бұрын мысалға, осыдан 10 жыл бұрынғы Айнұр басқаша еді. Қазір мүлдем басқаша. Осылай өзгеруіңізге, басқаша болуыңызға, немесе білімді ізденуіңізге бір сөз әсер етті ма, бір мотивация болған? Мен қызға айтайын, маған мотивация болған менің сынақтарым, менің қиындықтарым, менің кемшіліктерім деп айтайыншы. Мен өзімнің бойымдағы кемшіліктерім. Мені сондай бір ізденіске, ілімнің ізденісіне, рухани дамуға алып келген нәрсе менің бойымдағы кемшіліктер, ең бірінші. Қараңызшы, сонда мен ойлайтын, адамдарға қарап қатты қызығатын, осы аналар, осы бір қарап отырсаң, көркем мінезді, ешқандай жаңа несі жоқ, Алла тағала қалай жаратып қойған, мен бойымда неге мен тез ашуланып кете беремін, неге мен бір нәрсені қатты айтып қоямын деген сияқты өзімде бір сондай. Сосын барып өзімді өзім зерттеу. Сосын енді исламда жүргеніме біраз жыл болды ғой. 10 шақты жыл бойы мен ілім алдым, неттім, бірақ неге мен өзгермей жатырмын? Білім алам, бірақ нәтиже жоқ. Сол кезде мен түсіндім, менің фокусым өзімде емес екен да. Мен басқаларды ананы түзегім келеді, мынаны түзегім келеді, ойбай насихат айтып, ананы түзеп, қай кезде мен өзгере бастадым? Өзімне, жан дүниеме үңіле бастаған кезде. Шәкәрім айтады ғой, өзіңмен айналыс деген өлеңі бар ғой, өлең жолдарда, сөзім тіл аузыма түспей тұр. Сонда өзімнің кемшіліктерім арқылы өзімнің бойымдағы оның себебін анықтадым, оның емдеу жолдарын зерттедім. Сол нәрсе арқылы мен шынымен өзгердім. Көп адам айтады,
кәдімгі бұрын қазір мен білетіндер онша біле бермейді ғой, бірақ мені бұрыннан танитындар қалай өзгердіңіз айтыңызшы деп солай мысалы айтады да. Шынымен де осознанность деп айтамыз, саналылық келді да. Сіз ойламаңыз, сіз менің бойымда кемшілік жоқ деп, кемшілік көп деп, көбінде адамдар өзін бақытсыз сезініп жүруі мүмкін. Жоқ, сіз сол кемшілігіңізді өзіңіздің ресурсыңызға айналдырыңыз. Мен осы кемшілігімді қабылдадым, және мен осы кемшілікті жеңуге күресемін деп. Қай кезде сіздің миыңыз ол кемшілікпен күресе бастайды, ол сіз кемшілігіңізді, фокусты өзіңізге қойып, сол кемшілікті көре бастаған кезде. Менің бойымда осы нәрсе бар екен ғой. Ал сіз жоқ, менде ондай жоқ деп жүрсеңіз, сіз түзете алмайсыз ол кемшілікті. Мен сүттен ақ судан тазамын ғой дегенде, түзете алмайсыз, көрдіңіз бе? Сонда осы қиындықтар, осы кемшіліктерім менің өзгеруіме себеп болды. Өйткені менде үлкен мақсат болды. Я Раббым, мен сондай көркем мінезділікке жетейінші. Я Раббым, маған сол іліміңнің есігін ашшы. Осы нәрсе әрбір адамда болу керек. Қазір дамуым керек, мен дамып жатырмын деп айтып жатады адамдар, иә. Бір нәрсе айтқым келеді. Дамудағы мақсатыңыз не? Көбі білмейді да. Әйтеуір ел қатарлы дамып жатырмын дейді. Дамудағы мақсатымыз білу керек. Дамудағы мақсатымыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, мен жер бетіне көркем мінезді кемелдендіру үшін келдім дейді. Біздің дамудағы мақсатымыз көркем мінезділікке жету ғой. Кейде жағдайлар болады, мысалы дамимын дейді да, бірақ көркем мінез бар, көркем жақсы мінезден айырылып жатады. Байқайсыз ба? Мысалға ақпарат дұрыс болмаған кезде, мысалға бір мен офиста жұмыс істейтін адаммын, мысалға менеджермін, мен директорлікке өсуім керек. Онда кезде мен ешкімді аямауым керек, жолына кім тұрады, мен соның бәрін сындырып басып өтіп кетуім керек, мені біреу көре алмай жатса, мен оған өзімді дәлелдеуім керек деген сияқты. Сөйтеді да, ұрсу басталады, реніш басталады, өкпе басталады, немесе Алла сақтасын кейде кек басталып кетеді да. Өйткені шынымен өткенде бір Құрманғазы ұстаздың сөзін естідім да, адам жетістікке көркем мінезін, энергиясын, жақсы қабілеттерін, Алла Тағала берген денсаулығын құртпай жету керек дейді. Ол нағыз жетістік дейді. Ал егер де адам бір жетістікке жүйкесінде тауысып, мінезінде құртып, басқалармен де, адамдармен, тосқандармен де қарым-қатынасын бұзып, сөйтіп бара жететін болса, ондай кезде ол жетістік болып есептелмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұға нағыз құлшылық деген. Яғни біз дұғада шынайы болады екенбіз. Аллаға ішіміздегі уайым қайғыны, қорқыныштарды, проблемаларды айтамыз. Соған қарамастан, көбімізде мен дұға етуге лайық емеспін, дұғамның қабыл болатынына сенбеймін деген күмән бар. Бірақ Бақара сүресінде маған дұға етіңдер, дұғаларыңды қабыл етемін деген мағынада аят келеді. Сол себепті біз сіздер үшін өмірдің әрқилы сәттерінде шешім бола алатын дұғаларды осы кітапта жинақтадық. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Алла Тағала барша дұға тілектеріңізді қабыл етсін деген. Өйткені жан тыныш болмайды да. Өйткені жан да тыныш емес. Өте жақсы нәрсе айтып тұрғаныңыз. Қараңызшы, осы бұл әрбір сәттегі біздің бойымыздағы жаңа нәпсіміз айтамыз, кемшіліктеріміз. Егер менде ол нәрсе болып жатыр ма, мен әлі көркем мінезділікке жеткен жоқпын ғой негізінде, иә? Енді мынандай нәрсе, тағдырға иман деген нәрсе бар, иә? Біз осы нәрседен қай кезде құтыламыз? Маған келген нәрсе, егер маған келуі керек болса, ол міндетті түрде келеді. Маған келмеген нәрсе, егер маған оны Алла Тағала бұйыртпаса, ол маған келмейді. Анау Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абдоллаға өзіне мінгесіп алып айтатын сөзі бар ғой, бүкіл әлем жабылып саған. Бір кішкентай тозаңның түйіріндей жамандық жасағысы келсе, егер Алла қаламаса жасай алмайды. Немесе бір жақсылық жасағысы келеді, бірақ егер Алла қаламаса жасай алмайды. Мен өзімнің осы менде де тура сондай нәрсе болатын. Өйткені мен өзім үйдің үлкені болдым, мектепте үздік оқыдым, бүкіл жерде үздік болдым. Менде сондай лидерство деген нәрсе болатын да. И мен осы нәрседе қиналатынмын. Неге мен өйстіп кетем деп. Осы тағдырдың, Алла Тағаланың тағдырына разы болуды осы сезіне бастаған кезде кәдімгідей жеңілдік пайда болады. Сен сезінесің. Мәселе пайда болды ма? Қандай да бір мәселе пайда болды ма? Бұрын мен бір үлкен шаралар жасаған кезде, біреу дұрыс емес, мысалы, көрініске шығу керек, бірақ көрініске дұрыс шықпай қалды ма, мен бітті, анам, неге сен жауапкершілігің жоқ, неге сен бүйтпейсің, неге сөйтпейсің деп. Мысалы да,
қазір түсініп жатырмын. Дәл сол сәтте сол нәрсенің болуы ол Алланың қалауымен, оның артында үлкен хайыр жатыр. Мен әсіресе кешіккен кезде өзімді жан жағымдағы адамдарды жеп жіберетінмін да. Таксистке болсаңызшы, неге мына көшемен жүрдіңіз, неге ана көшемен жүрмейсіз деген сияқты. Кейде болып қалады ондай әлде. Ол неден? Сіз әлі тағдырыңызды қабылдаңыз. Сосын барып осылай келемін ғой, иә? Енді сабағым болып жатады. Барсам, қыздарым кешігіп келіп жатады да. Ұстаз, сіз кешігіп келсін деп дұға етіп едім дейді да. Барасың ғой. Шынымен сол кезде түсінесің, барғаннан кейін барып менің кешігіп келгенім хайырлы болған екен ғой деп та. Бірақ енді әрине кешігіп келмеуге тырысасың барынша, бірақ қандай да бір ситуацияда егер сен ойлағандай болмай жатса, бұда бір артында хайыр жатыр. Сол кезде біз бұл менің Алла тағала осыны қалап тұр ма, бұда бір хайыр бар дейтін болсақ, бағанаға айтқан сезімдер басылады екен ғой. Мен өзімді осылай тәрбиеледім. Әлі де тәрбиелеп жатырмын. Тәрбиелеп біткен жоқпын. Әлі де осы нәрсемен өзілгенше тәрбиелейтін сияқтымыз. Иә, біз көрге дейін өзіміз тәрбиелейміз ғой, иншалла. Өйткені біз ешқайсымыз идеал емеспіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғана бізге идеал тұлға. Бірақ біз осы жолдамыз. Егер сіз осы жолда болсаңыз, қуаныңыз. Иншалла. Ол міндетті түрде жемісі, нәтижесі болады. Міндетті түрде нәтижесі болады. Иншалла. Алла тағала әр қайсымыздың осы дұға тілектерімізді қабыл етіп, әр қайсымыздың Алла жақсы көретін құлдардан болуымызды нәсіп етсін. Алла разы болған құлдардан болуымызды нәсіп етсін. Себебі бұл дүниедегі негізгі мақсатымыз сол ғой. Алланың разылығына жетіп, Алланың мәңгілік өмірінде бақытқа жетуіміз. Біз Алланың разылығына ұмтылсақ, бізге Алла тағала мына дүниеде де негізі бақытты беріп қояды. Иншалла, Алла тағала осы нәрсені жетіп, иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай көркем мінезге жетіп, амал таразымызда жақсы амалдарымыз ауыр тартып, сондай бір қиямет күні қуанышқа кенелген, жәннатпен сеншіленген құлдардан болуымыз Аллах нәсіп етсін бізге. Алла разы болсын сізге. Осындай осы жерде енді айтып кетейінші. Осы подкасттың өзі қаншама миллиардтаған адамдардың ішінде бір ғана адамның болса да жүрегіне нұр ұялатса, иманның дәнін сепсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не дейді? Бүкіл дүниенің байлығынан, жақсылығынан артық дейді. Бір адам болса да. Ойлаңызшы. Осы эфирді көрген бір адам болса да, осы жерде отырған, сізге осыны жүргізіп отырған, тіпті камераға түсіріп отырған адам, ұйымдастырған, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не дейді? Кімде-кім Алланың дініне қызмет етсе, Алла тағала оған не істейді? Жәрдем береді. Сонда ол дейді, біз ойламауымыз керек, мен осы жерде отырып сөйлеп атқан жоқпын ғой, менің оған көмегім жоқ. Тіпті барып біреудің аузына микрофонды ұстап тұрғаныңыздың өзі, егер ниетіңіз Аллахым сенің дініңе қызмет етіп жатырмын болса, оған да Алла тағала сол нәрсені, сол сауапты беріп қояды. Қандай? Әйтеуір бір кішкентай кітапты ұстап қолыңызға берсеңіз де, көтеріп апарсаңыз да, сондықтан анау айтады ғой, мешіт тұрғызып жатқан апа жұмысшыларға апарып бір кішкентай ғана ешкіні сауып апарған кезде патшаның сауабынан да артық болып кетеді ғой, оқиға бар ғой. Сол сияқты сіздің ниетіңізге қарай. Сондықтан да Алла разы болсын. Осы подкасттарыңыз иншалла үзілмей, қиямет күні сіздерге куәгер болсын. Қиямет күні иншалла сіздердің амал таразыларыңызда ауыр тартатын амалдардан болсын иншалла. Амин. Айнұр, сіз келгеніңізге үлкен рахмет. Мен субханалла таңғалам. Бұл подкастты біз басында бізде мүлдем ой болған жоқ ше. Біз жалпы подкаст түсіреміз ғой деген сияқты. Бірақ та бөпелерім 7 жылдан кейін қаншама күтіп босанғаннан кейін бөпелерімді қолыма алған кезде мен қалай шүкірлігімді білдіремін. Раббым, мысалға маған қанша дәрігерлер айтты, сізде бала болмайды деген сияқты айтты. Тура мен сияқты тіпті менен де үлкен бір проблемалармен, мысалы сіз өмір сүрмейсіз деп жатқан тіпті адамдар бар. Солардың өзіне немесе о дұғам қабыл болмайды, о дұға қабыл болу үшін бір керемет адам болу керек деп тым идеализировать етіп жатқан адамдар бар. Мүмкін мен соларға бір көмектесуім керек шығар. Раббым, мен осы балаларым маған нәсіп еттің ғой, соған бір шүкірлігім болсыншы деп біз подкастты бастаған болатынбыз. Бірақ Алланың қалауымен, мархаметімен өте жақсы жемістерін көріп жатырмыз. Басында қорқыныш болды әрине, эксперттер, ұстаздар келе ме екен деген сияқты. Алла өз жеткізіп қойып жатыр. Өйткені әр адам келген сайын даналық қосылады деген рас екен.
өмірден енді көрермендердің қанша пайдалы салып жатқанын өзіміз күніге көріп жатырмыз ғой. Одан бөлек мен өзім өте көп пайда алып жатырмын. Сондықтан келгендеріңізге Алла разы болсын. Әмин. Алла кітабыңызға, Мидағы шексіздік кітабыңыздың көптеген оқырманға пайдалы болуын, сол кітап арқылы миындағы шексіздіктерін босатуын Алла тағала нәсіп етсін. Әмин. Иншалла тағы бір кездесеміз, подкастқа шақырамыз. Сонымен эфир аяқталды, қыздар. Иншалла сіздерге пайдалы болатынына сенемін. Міндетті түрде мынау астына комментарий жазып кетіңіздер. Қандай Алла тағаланың көркем есімдері сіздің жүрегіңізде орын алған? Қандай Алланың көркем есімдерімен сіздің дұғаңыз керемет бір әдемі түрде қабыл болды? Одан кейін каналға тіркелуді, лайк басуды, немесе достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Өйткені бұл әр жіберген сайын сізге көптеген сауаптар да беріліп отырады иншалла. Сонымен эфирді аяқтаймыз. Алла амандық берсін, саулық берсін. Келесі кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.